Күздің қара суық желі қала көшелеріне сыбызғыдай үн қосып, ағаш жапырақтарын бір жаққа қарай тықсырғандай ұшырып тұрды. Айғаным кеш шығып, жұмыстан аялдамаға асығып келе жатты. Қараңғылық қоюланып, шамдар жана бастады. Автобус келетін уақыт әлдеқашан өтіп кеткен. Көшеде адам аз, жел қатты. Айғаным шаршап, қолындағы сөмкесін жоғарырақ тартып қойды. Дәл осы кезде арт жағынан біреудің жайлы үнімен «Сізге көмектесейін бе?» деген даусы естілді. Айғаным селк етіп артына қарады. Алдында ұзын бойлы қара күртеше киген қара торы жігіт тұр. Үстінде артық ештеңесі жоқ, бірақ көзінде жылуы бар. «Жоқ, бәрі жақсы», деді Айғаным сыпайылықпен. Жігіт жылы жымиды да: «Автобус кешеуілдеп жатыр. Қаласаңыз, орталыққа дейін такси ұстап жіберейін». Айғаным бұл адамды бірінші рет көріп тұрса да, бойында бір түрлі сенімділік сезілді. Бірақ бейтаныс адаммен таксиге отыруға жүрексінді. Жігіт оның ойын сезгендей: «Уайымдамаңыз, тек көмектескім келді. Мына суықта тұрмаңыз дегенім ғой». Осы кезде жел одан бетер күшейіп, Айғанымның үсті-басын қалтыратты. Ақыры келісті. Екеуі таксиге отырғанда жігіт есікті жай ғана жауып, оларға орындық жылы болсын деп алдымен жүргізушімен сөйлесті. Мұндай қарапайым әрекеттер бұрын-соңды кездесе бермейтін. «Айтпақшы, аты жөніңіз кім?» деді ол. «Айғаным, әдемі ат екен, мен Ернар». Олардың әңгімесі бірден жарасып кетті. Жол қысқарып кетті ме, әлде екеуі бір-біріне тез үйренісіп кетті ме, белгісіз. Бірақ Айғаным таксиден түсер кезде: «Тағы кездесерміз», деді Ернар күлімдеп. Айғаным тек басын изеді, бірақ жүрегі әлдеқашан «иә» деп қойды. Сол күннен бастап олардың арасында бір қызық байланыс пайда болды. Айғаным жұмыстан шыққан сайын жолда Ернарды көріп қалатындай күйде жүрді. Бірнеше күн өтті. Бір күні «Шынымен көрдік қой тағы», деді ол аялдамадан байқап қалып. Айғаным таң қалды. «Сіз мұнда тұрмайтын сияқты едіңіз ғой?» «Иә, мен тұрмаймын. Жай жолым түсіп кетті». Бұл жолы екеуі автобус күтіп тұрғанда ұзақ сөйлесті. Ернар көңілді, әзілкеш, бірақ бір түрлі терең ойлы жігіт. Кейде оның сөздеріне жасырын сыр бардай көрінді. «Сіз не істейсіз?» деді Айғаным. Жігіт бір секунд ойланып алып: «Мен адамдарға көмектесемін», деді. «Қалай көмектесесіз?» «Әр түрлі жолмен. Кейде сөзбен, кейде іспен». Жауабы бұлдыр. Бірақ Айғаным оны одан сайын қызықтыра түсті. Келесі кездесулерде Ернар белгілі бір уақыттарда ғана пайда болатын болды. Бірде бар, бірде жоқ. Телефон нөмір сұраса, ол уақыт келгенде өзім айтамын деп қоятын. Айғаным оны күтетін болып қалды. Күні бойы ойы сан-саққа жүгіретін. Бұл жігіт кім? Неге пайда болды да жоғалды? деген ойлар мазалай берді.